Қаһар романы Ильяс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясының 3-ші кітабы. Роман қазақ тарихи романтикасының үздік табысы, шоқтығы биік туынды. Кенесары Қасымұлы қазақ халқының дербес мемлекеттің қалпына келтіру, халқын бодандықтан құтқарып, басын біріктіру, азаттық пен бостандыққа қол жеткізіп, тәуелсіз ел ету мұратын көздеген сұңғыла саятшы, қайраткер, ірі мәмілегір, дарынды әскери қолбасшы ретінде ел есінде қалды. Кенесарының өмірі мен азаттық жолындағы күресі көптеген ақын жазушылардың шығармаларына арқау болды. Соның бірі Қаһар романы. Трилогияның Қаһар атты кітабында Ильяс Есенберлин 19 ғасырдың 30-40 жылдарындағы Кенесары Қасымов бастаған Ресей отаршылына қарсы қозғалыстың жай-күйін әңгімелейді. Онда жазушы жұртқа бұрыннан белгілі тарихи оқиғалар тізе отырып, ондағы адамдардың күйініш-сүйініші мен арман-өкініші мен мұраты мен кейіпкерлер тағдырымен байытып көрсетеді. Қаһарда қазақ даласында тәуелсіз ханды орнатуды мақсат еткен мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-1847 жылдардағы ұлт азаттық қозғалысының көсемі, қазақ ханының соңғы ханы Кенесарының қол жиып күреске шығуы, тәуелсіздік үшін күресті қолдамаған сұлтандарға және патша бекіністеріне шабуылы, Кенесарының билікке қол жеткізу үшін патша өкілдерімен келіссөздер жүргізуі, талабы өтпеген жерлерде халық қанының төгілуімен есептеспей, күш қолданылатын істерге баруы баян етіледі. Роман арқылы Кенесарының бостандық үшін жанын құрбан етуге дейін барғанын көре аламыз. Осы жолдағы ханның қаталдығы, елдің күйзеліске ұшырауы, Кенесары дұшпандардың ұйымдасқан іс-әрекеттері, сан алуан адам мінездері көрсетіледі. Романда Кенесары бейнесі тарихи толық мазмұнда көркем сомдалған. Автор оның жеке басындағы ерлік пен парасаттың үйлесімін шебер аңғартады. Сонымен қатар, түрлі қиыншылықтарға қарамастан шыдамды болғаны көрінеді. Романда Ресей патшалығының өр дәрежелі өкілдері бейнелері де бар. Бұл романда адамның барлық түр сипатын көруге болады. Роман ішіне сатқындықта, адалдықта, сенімділікте, тәкаппарлықта сипатталған. Адам өміріне сабақ болатын жайттар көптеп кездеседі. Кішкене ғана роман ішінен бүкіл қазақ елінің сол кездегі күй-жайын көруге болады. Бір отаршылдан екінші отаршылдың артықтығы жоқ екені, бәрінің көксеген мүддесі қазақ елінің тарихын, тілін жойып, халықты әлсіретіп қаңсыратып, талан-таражға салу, өз билігін жүргізу екенін жазушы ашып көрсетеді. Мәселен, Қоқан, Хиуа хандықтарының ұзақ уақыт тәуелді болып тұрған оңтүстік қазақтарының ауыр жағдайы, Ташкенттің құшбегі Бегдербектің жәрдем сұрап барған Есенгелді саржанды қасындағы нөкерлерімен бірге опасыздықпен өлтіріп жіберетін суреттер тарихи шындықтарға негізделген. Кенесарының Ақмола бекінісін алғанда көрсеткен ерлігі де әсерлі. Кенесары бастаған қозғалыстың белгілі батырлары Ағыбайдың, Иманның, Төлебайдың, Басықараның, Жанайдардың, Бұқарбайдың эпизодтары да солардың батырлық бейнесін айқындай отырып, Кенесары тұлғасын толықтыра түседі. Оқиғаның дамуы ел басына дау түскенде сеніп дос деп жүрген Ожардың Сейтенге деген сатқындығы. Оқиғаның шиеленісуі, Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтерілістің патшалық тоқтату үшін Орынбор казактары оларды басып шәншу үшін жіберуі. Шарықтау шегі. Саржан мен Есенгелдінің Хиуа және Қоқан хандықтарынан кеңес сұрап, Ташкенттің құшбегі Бегдербек қолынан дүниеден өтуі. Қасымның Кенесарыға ағалары үшін кек қайтаруынан сөз алуы. Оқиғаның шешімі Кенесарының Ресей үкіметінің отарлауына қарсы күрес бастауы.